Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгін бірге осындай минтай балығын дайындаймыз. Өте дәмді, бағасы қолжетімді балық, ал ұсынылуы ерекше. Күнделікті немесе мерекелік дастарханға дайындасаңыз болады. Бізге қажетті ингредиенттер. Осындай минтай балығының филесі шамамен 1 килограмм. Сонымен қоса біз балыққа маринад дайындаймыз. Маринад дайындау үшін бізге зәйтүн майы, тұз, қара бұрыш, паприка және лимон шырыны қажет болады. Көкөністі салмамызға тәтті болгар бұрыштары, пияз, сарымсақ, ақжелкен қажет. Шамамен 4 ас қасық зәйтүн майы қажет болды. Оның үстіне тұз саламыз, қара бұрыш саламыз, паприка саламыз. Және де шамамен 3 ас қасықтай лимон шырынын қосамыз. Маринадымыз дайын. Сізде балыққа арналған дәмдеуіш болса, осы жерде қосып жіберсеңіз болады. Енді жақсылап араластырып, балығымыздың жан-жағына мұқият жағамыз. Лайфхак: маринад немесе салатқа заправка дайындағанда экстра тұзын қолдансаңыз, ол жай тұзбен салыстырғанда тез ериді. Барлық балық бөліктеріне маринадты жағып, кем дегенде 1 сағатқа суық жерге маринад сіңу үшін қалдырамыз. Мен осындай пакет кигізіп, тоңазытқышқа салып қойдым. Неғұрлым көбірек тұрса, соғұрлым дәмдірек болады. Көкөністерді сиқырдың көмегімен ұсақтап турап алдық. Аздап сұйық май қосып, ең алдымен пиязды, кейін бұрыштарды қосып, осылай жай отта пісіріп аламыз. Көкөністі салмаға дәміне қарай тұз, паприка қостым. Балығымызды осылай орташа тығыздықта орап, ағаш таяқшалармен бекітеміз. Барлық балық бөліктерін осылай орап, бекітіп, пергамент қағазына орналастырамыз. Балық піскен соң ағаш таяқшаларды алып тастаймыз. Балық формасын жақсы ұстайды. Көкөністі салманы ортасына салып, 190-200 градуста шамамен 25 минуттай пісіреміз. Бұл салма балықпен өте жақсы үйлеседі. Балығымыз дайын болды. Кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда керемет видеолар болады. Жақсылықта жүздескенше.